Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен талшын. Бүгін сіздерге корндуктың рецептімен бөлісетін болам. Барлығымыз корей сериалдарынан қарап жүрген болармыз. Өте дәмді, өте оңай. Видеоны қарамастан бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы суымызды құйып аламыз. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң 1 шай қасық дрожжымызды саламыз. Бұны да жақсылап араластырып, үстінен 1 жұмыртқа салып, бұны да араластырып, одан соң електен өткізілген ұнымызды аз мөлшерден қосып отырып араластыратын боламыз қасықтың көмегімен. Міне біздің тестамыз дайын болды. 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Бізге құрамына сосиски, шпажка және сыр қажет болады. Ең алдымен сосискимізді барлығын осылай қабығынан ашып аламыз. Менде халал сосискилер ХМДБ печаты басылған. Және осылай сырымызды да пакетінен ашып алып, кубиктеп осылай турап аламыз. Міне осылай жеке ыдыстарымызға салып аламыз. Кубиктеп осылай турап алдық сырымызды, және бізге шпажка қажет болады. Сосискамыздың ортасынан бөліп, осылай екіге бөліп аламыз, және жоғары жағына сырымызды осылай қадап шықтық. Менде табам кіші болғандықтан осылай шпажканың төменгі жағын барлығын қырқып шықтым. Бізде осылай болып шықты. Және алдын ала дайындап алған тестамызды осылай 200 грамм стаканға құйып алдық. Осылай батырып, қызып тұрған майымызды тез-тез қуырып алатын боламыз. Міне біздің корндуктарымызды қызып тұрған майға осылай екі бетін аударып отырып пісіретін боламыз. Табамызға мән бермейміз. Бауырсақ, пирожки, балық тағамдарына арналған таба болатын. Осылай қуырамыз. Және біздің корндугымыз осылай болып шықты. Астына құрғақ майлықтарымызды төсеп қойдым. Бойындағы майды сорып алу үшін. Өте дәмді болып шықты. Қазір дәмдеп көрсететін боламын. Мынау сыры өте созылып, күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызға және отбасыларыңызға жасап беретін болсаңыздар, қуанып тұрып жейтін болады. Рецепт ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қолдап кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.